күнде бетіңе айт, күнде айтатын. Сен тумау керек еді. Құдай біледі, содан да менің өмірім осындай шығар. 15 жасымда үйлендім, зорлап кетті. Шын ұрым, мен ұратын. 4 жыл іштім ғой. Айлық аласын, ішіңдегі жыланың жыбырлап тұрады ғой. Бүгіннен бастап арақты қоям дедім. Болды, енді ішпеймін мен. Бірақ темекі шеккеніме ұрыспашы деп. Кемпірдің қасына, апа бір 1000 теңге бере тұр. Қолың соз дегенге деп созбаймын. Жүнді Аллаханың жай. Таныстардың бәрі енді айтатын болды ғой. Бұрынғы начальнигімді көрдім. Тыныш тұрда, ақшаңды істе деп. Жыладым ғой, егіл-сегіл. Кетті, боқтап алып, оршалап тұрып, виноны ішіп алыпты. Анам болып бір басымнан сипалап, бір құшақтаған адам емес. Қызым ау, мен балам ау деген жылуы болған жоқ. Қоғамда кедейлер қаптап барады. Жыл басынан бері еліміздегі табыс деңгейі төмен жандардың үлесі 4,6%-дан 5,1%-ға көтерілген. Яғни миллионнан астам адам 55 мың теңгеге жан бағуға мәжбүр. Ал еңбекке жарамсыз жандар екі қолға бір күректің табылмағанына қынжылып, амалсыз қайыр сұрап, садақамен күн көруде. Көңілдегі мұңды іштей басып, көшеде алақан жаю кімге болса да ауыр екені сөзсіз. Бірақ басым бөлігінде бұдан басқа таңдау жоқ. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Баян апай. Бірнеше жылдан бері көк базарда отырып, ары бері өткеннен садақа сұрайтын жанның бала кезден бастан өмірі аласапыран болған. Әке-шешеден қарғыстан басқа ештеңе алмаған күйеуіне өміріндегі сұмдық жағдайларды баяндайды. Қайыршылықтан күніне қанша ақша табады және қалай жан бағуда? Қарт кісінің бір күндік өмірін тамашалаңыздар. Күнәм көп білемін. Сен алдыңда күнәм көп қой. Алла кешіре көр, біліп істеген күнәлар, білмей істеген күнәлар. Алла. Бұрын енді неме істегенде сағат 10-дарға, 11-лерге барушы еді. Күш жоқ. Жылжи алмайым. Таңертең тұрып, жуынып пакка. Мен тұрғаншы, мен әжерден жылжып таспақа түскенші, арған жылжып барғаншы. Сағат 8:30 болады ғой. Құдайым-ай. Туалетке шықпағанда қайтетті жуындым ғой бағаны. Ойбай. Қайта түсіп, қайта мінуді айтуым. Алла. Мына душтың ішіне кіргеннің өзі маған деген. Ойбай, үлкен керемет жұмыс қой. Жаттып жаңағыда көтерілгендей қылып жылжым ғой. Арқаменен жылжып, ананың ішіне кіріп, отырып, жуынып шығам. О, шыққанда да ол деген, керемет жұмыс ол. Бір сағат шығам ғой. Бір сағат ана жерден мінгенші ана ненің үстіне, одан ана жастыққа түскенші. Ой, күніне 6000 төлейм. Не істейін енді? Амал жоқ. Амал жоқ емес, сен қайтейм енді. Времянкада тұрайын десең, времянкада суық. Ол жерде дым қыл. Одан әрі ауруымды асқындыр. Ол ауру үшін тұрым ғой айтпесе деген қайда? Тек қана аяқ қолым ауырып қойғанда неме істемес еді. Тұра берем ғой депші ана. Печкіні қосып қойып тұра берем ғой деп. Мынау жаңағы неме істемеді. Көзіңізді жылы ұстаңыз, комнатаңыз жылы болсын дейді. Сол үшін амал жоқ қайтейін. Анда бір аз болып қалады. 2000 да жетпей қалады, 1000 теңге де жетпей қалады. Келіп айтам енді. Осылай Гала, сен өзің сөйлес жаңа хозяинмен. Ойық сөйлеседі. Не болды сонша деп. Төлейді ол не? Төлемей жүрма деп. Ауырып жатса да төлейді ғой, несі бар оның деп. Не болса өзі қосады қасынан. Я уже қосып қойдым, уайымдама, жата бер деп.
Автобусқа мінеміз, рахаттан түсеміз. Сосын екеміз пешком, жарты жолды тұрып аламыз да екеміз, темекі шегіп аламыз. Сосын ары қарай жылжимыз, апарып орныма қояды, кетеді соны үйіне. Үйге қарай, мына жаққа қарай. Кешке өзі келеді, сағат 5:30-да, томпаң, рахатқа барады. Соған дейін барамыз да екеміз. О, бер неме істейді. Одан алдын, ана жерде бір қыз апарып жүрген күйеуі бар. Көлікпен ба? Жоқ, сол 74-пен. Апарып жүрген еді, дем жақсы болып жүрген еді, білмеймін. Көп ішетін. Ішпе, маған ішпейтін адам керек деп қақсап. Ең соңында кетшей, дедім. Одан бір жаңағы бір ұл алып барып жүрді. Онда алдын апарып жүрген. Ол да жүрген бір алқаш. Сол алқаштарды адам қылам деп, адам қыла алмадым ғой соң. Кішкене болса да жаңағы көмектесіп ет алып беретіндім. Сүйек әперем, кішігірім продуктілерін әперем, ақшасын 4000 теңгесін қолына берем. Апарып әкелгеніне. Берем. 4000 теңге берем. Рахмет. Орын беріңдер айда бұрсам. Қалжыңдасып, кішкентай балдармен қалжыңдасып отырым коляскамен келгенде. Ішіңіз піспайды, автобус? Ішім піспайды. Кішкене болса да не болады? Ұмытып кетесің ғой проблемаларын. Бір жарты сағат болса да проблемаңды ұмытасың. Макатайыпқа жеткен кезде ғана есіңе түседі ғой. Төф, мен базарға келатыр екен ғой деп. Бұл тұрғаныма бір кемпір соған не болды? Ол әлі жүр қақсаң еді. 89-да ғой деймін, 90-ға келіп қалды ол кемпір. Сол кемпір себепші болған. Квартирадан шығып кеттім. Түнгі сағат 9-да шығып кеттім ғой деймін, я. Содан барар жер жоқ. Ол уақытта хостел деген 5 жыл бұрын сол хостел деген не екенін де білмеймін мен. Содан сол өтіп бара жатып, енді қайда барам, далада қонам ба деп кетіп бара жатқам. Сол кемпірдің қасына, апа бір 1000 теңге бере тұр. Ұятта болса да сұрап тұрмын деді. Екі таяқпен неме істеп жүрдім ғой, треніп. Ұятта болса да апа айтайын, бере тұршы 1000 теңге деді. Қарным да аш, барар жерім де жоқ. Сосын қолымнан ұстап алды, барар жерің жоқ па? Деді, жоқ дедім. Қазір табасың оған деді. Мен мына жерде тұрам, сен ана жерде тұрасың деді, анандай жерде. Мен өзім адам жіберіп тұрам. Қолың шығар, қолың соз дейді. Қолың соз дегенге деп созбайым ба? Жүнді Аллаханың жай. Ойбай апа, жоқ деп жыладым. Мен айттым, немесіне жылайсың? Болды, барар жерің жоқ. Жүрсің мұнау. Қазір араққа тағы салынып кетесің. Тарағы арақ ішіп кетесің. Арақ ішкенен бітті. Қызу менен қайпайдезді, құдай біледі қайпайдезді ұйықтап тұратыныңды. Сосын тұрам дедім. Не деп осы. Түнгі сағат 3-ге дейін ба екеуміз тұрдық. Кісілер өтеді екен. Содан 9000-дай жинадым. Сонымен сол ана апай үйретіп, одан ертесіне таң атпай сағат 7-те келіп алған ғой, хостелға. Енді өзі орналасты. Бүгін жұма, бүгін жүр, мешітке барамыз. Одан мешітте тұрдық, бірге істегендер өтті. Одан бұрынғы начальнигімді көрдім. Ана жерде ызам келіп жыладым ғой, егіл-тегіл. Апа қайтайықшы, апа кетейікші дедім тек. Кетіп бара жатырып, не болды сонша жылап деді. Сосын таныстардың бәрі енді айтатын болды ғой. Ане, отыр ана, деп. Сосын ол маған айтты, сенің таныстарың саған 5 теңге беріп жатырма деді. Сен міне аурусың деді, қайсысы келіп саған, ай Баян, бір қол ұшымды созайын, сен жаңағы кішкене болса да бірдеңке берейін деп қайсысы айтты деді. Көрсетші маған айтқан адамың деді. Түнде далада қалдың, саған қайсысы көмектесті деді.
ешкім дедім. Сонда тыныш тұр да ақшаңды істе деді. Мешітке бармай қояйықшы деймін ғой. Онда Түркістан бар. Тұрамысың ана жерде деді. Содан ана жерде мен жылап тұрмын ана жерде. Екі студент ұл кетіп бара жатыр, бір ұлдары кетіп бара жатыр. Енді намаздан шықты ғой. Біреу 5 мың берді, біреу 20 мың берді, біреу тағы 5 мың берді. Сосын қанша жинадың деді. Ой, апа білмеймін дедім, санаған жоқпын. Тиында толып тұр. Отыр мына жерге санайым деді. Соныменен ана 30 мыңды бір берді. Соныменен одан ана 2,5 болды. Апа дедім, жүрші мен саған бір киім алып берейінші деді. Менің саған рахметім болсын деп. Кетті, боқтап алып, орысшалап тұрып, виноны ішіп алды. Мен саған көрсетемін қазір, ақшаңды шашпа. Бұл жердегілердің бәрі деген жаңағы ойлары дұрыс емес. Тек сенен ақша ала берсе, отыру күн не істеді. Жарай. Соны мен өстіп жаңағы неместен барам, отырам. Қыздармен қалжыңдасам ана жерде отырып алып. Мешіттің қасында отыра алмаймын. Ол жерде қасқыр бәрі. Мен отырғызбайды ол жерге. Баяғы бірлес барып көрген бір оразада ғой деймін, иә, оразада барып, ойбай, адам көп ана жерде. Содан біреу ақсаңдап екі таяқпен келе жатқан еді. Үстімнен бет тұрып секіріп өтпеймін, арчып. Бүйтіп анаған қарап, таңғалғансың ба? Бәтім, қой айналайын, апара ғой орныма дедім. Барып қыздарға айттым, қанша жинадың, қанша таптың дейді. 1000 теңге таптым. Соны бір қыз айтады, тыныш тұра бермейсің бе өз орныңды? Сол 5-10 теңгеңді тапқаныңа. Сол көп күректеп табам деп барғандым ғой дедім. Ол жерде тұрғызбайды. Ол жерде өздерінің жаңағы нелері бар. Тұрғызбайды ол жерде. Әкем көп ішетін. Анам комбинатта істейді. Енді бір жағынан родители не выбирает дейді. Соның өзінде де кішкене болса да кішігірім өңкей ұлдарға емес, қызға да маған да бір кішкене болса да көңілі өлгенде үйден қашпас едім. Мынандай күйге түспейді едім. Арай оқыр едім, оны не шығар ол? Тағдыр шығар онда. Постоянно сен анаусың, сен мынаусың, неге тудым, сен тумау керек еді. Кішкентайыңнан саған, 4 жасыңнан саған айтып келеді. Бір кішкене неме істемесең, сен кінәлі боласың. Ұлдар бірдеңке бүлдіріп қойса, сен кінәлі боласың. Уже мына жерде ешкімге жылу қалмайды екен. Не әкеңе, не шешеге болып шығар. Марқұм болып дегеннің өзінде де естігенде. Иманды болсын, неден басқа? Келмейсің ба деді, бармайым деді. Неге бармайсың деді, неге келмейсің деді. Айтым, не деп барам мен? Мен ол үйден шығып кеткенде, мен ол кез кішкентай қыз едім деді. Кішкентай қызбын, сонда біреу тоқтатты ма мен? Бір-екі тоқтатқан шығар намысын жаңағы немес қорғауға. Абылай мен анам болып бір басымнан сипалап, бір құшақтаған адам емес. Менің қызым ау, мен балам ау деген ешқандай бір несі жоқ, жылуы болған жоқ. Кейбіреулерде болады ғой. Мен итте болса да итті баласын жақсы көреді ғой. Соны әлі күнге дейін ішімде мына жерімде тұрады. Жылағам, мен не істеймін? Енді кешірім сұрайым, кешіріңдер енді, мен де кінәлім. Үйден кетпеу керек пе? Онда ол азапқа шыдау. Ана азапқа шыдайтын адам. Білмеймін. Күнде бетіңе айт, күнде айтатын. Сен тумау керек еді, сен тумау керек еді. Құдай біледі, содан да менің өмірім осындай шығар. Қарғыстай бергеннен. Одан әкеңді против қояды, одан ағаңды против қояды, інілеріңді против қояды. Қатын осындай дүниеге келмеу керек еді деп.
Жалғыз қыз болдыңыз ба үйде? Иә. Қалғандарының бәрі тұқым тұқиясымен бұлардың менің әкем бәрі ол ғой. Мен жалғыз ғана. Сонда туысқандарға да жамандай беретін. Может, өзіне жаңа туысқандарына звондап отырып жамандайды. Енді әкемдігіне жамандай алмайды ғой, мен солардың тұқымына ұқсап кетті. Енді, может быть, оның ызаға келгені менің әкем көп ішетін. Әйелдер әкелетін, үйде ұратын. Енді мен кінәлі емеспін ғой, мен тауып берген жоқпын ғой, болмайды. Өзі тапты, өзі тиді ғой, өзі келді ғой. 15 жасымда үйлендім. Үйленгенде қалай болды? Зорлап кетті. 4 бала. Сол зорлағанның біреуі үйленді. Онымен балалы болдым, не болдым. Аллаға шүкір, қыздың бұл өмірді көрмегенін де, потому что мен оны ата-анама тастап кеткем. Одан кішкене ауырыңқырайтын, жүрек ауырады. Онымен бұл өмірдің жаңағы несін ашты-шының бәрін көрдім ғой. Енді действительно ана баласын немес демейді, тастамайды дейді. Аны зорлықтан кейін, ол қайсы құдай біледі қайсының баласы екен, мен білмеймін ғой. Кімнен туғанымды да білмеймін оның. Төртеуінің біреуінің қайсысынікі ол. Туғанның сонда роддомға тастап кетейін деген мен оны. До такой степени отвращения. Әлгінге дейін даже сорамаймын да, немес демеймін. Мына жерінде уже тас болып қатып тұр. Соны последний раз соны үйден шығып кеткенде, шығып бара жатып записка жазып кеттім, қағаз жазып кеттім. Мен саған кінәлі емеспін, мен саған ол бай тауып берген жоқпын, мен саған ту деген жоқпын. Менің көзімді көргің келмейді екен, болды. Бала сендерге аманат. Мен 18 жасымнан бастап құрылыста істедім. Әлі күнге дейін істедім ғой. Ана козелдан құлап аяғым мынау не болмағанда. Соны мен одан ол таптым. Одан ол да дұрыс болмай шықты. Дұрыс болмай шыққан жоқ, жақсы болатын. Өстана иелікті. Енді иелік еді ғой. Онда Құдай көп көрді. Міне жалғыз өзім. Енді қайтен жалғыздықты Алла тағала маңдайыма жазып қойған шығар. Шынымен де айтады ғой, ата-ана баласына қалай қараса тағдыры солай болады деп. Ол шындық екен, мен бұрын сенбейтіндім. Қойшы. Бір-екі рет үйге де қайтып бардым. Қолына түскен затпен ұратын. Бір кішкене бірдеңе емесе шын мен ұратын, то тағы бір қашанғы соққы жебересің. Қашып кеткен соң ойды. Бір жағынан күлкім келеді. Шын бір жағынан анау мына жерің уже толып кетеді кеш. Содан жұмыс істеп жүр, ұлым марқұм болып кеткен. Ананың бәрі нагрузка. Елдің мамаларына қарап отырсаң, звондайды. Қыздармен квартирада тұрғанда звондайды мамалары. Балам қалың қалай? Сен ана жерге барып, жатып жылайсың. Эх, менің анам сондай болғанда, әкем сондай болғанда, бүйтіп жүрмес пе едім деп. Содан 4 жылдай арақ іштім ғой. Үйім де болды. Енді ана олдамайне деген бәлеменен бала немес деп бердік қой. 48 миллионға бала қарыздар болып қалып, сол қарызына берді. Алы ғой айналайын деп. Оны менен ол балада көп тұрған жоқ. Әркімнен қарыз ала берсе, кімге ұнайды? Анадан бір қарыз. Ой, ол марқұм болғанда деген қанша кісілер келді. Апа анаған қарыз 50 мың, мынаған 80 мың, анаған 150 мың, мынаған 300 мың. Одан банкке ақша. Ой, көрдім ғой қиындықты. Бәрінен құтыла алдыңыз ба? Аллаға шүкір, иә. Қалай құтылдыңыз, қалай жеңді? Енді қалай құтыласың? Жарысын былай үйіңді істеп берейін, жаңа не істеп бесплатно істеген күндерім болды.
Ол енді арматта жүріп жаңағы мен ол қол құсап деп қоям, құлдықта да болдым мен. Құлдықта да болдым ғой. 2 жылдай құлдықта жүрдік. Одан ана кісілерге айттым, үйіңді бесплатно жасап берейін, өйтіп берейін. Одан требовать етеді. Енді білесің, ақша берген адам өзі жаңағы не болатын. Ақырында құтылдым ғой, ең соңғысы айтты ғой. Қойшы апа, кештім деп. Сен мына түріңменен қинамайық та қойын, не істемей қойын. Тыныш жатсын, олыңыз кештім ақшадан деп. Рахмет оғанда, Алла разы болсын. Сонымен коляскаға отырып қалдым. Жалпы марқұм ұлыңызға өзіңіз мейірім көрсете алдыңыз ба? Иә. Еркелеп өстің. Иә, ол еркелеп жеген алдында, жемеген артында болатын. Еркелеп өсті. Соның еркелікті көтере алмай кетті ғой енді. 4 жыл іштім ғой. 4 жыл подряд. Ана айлық аласың, ана ішіңдегі жыланың жыбырлап тұрады ғой. Шын, магазинге барасың ба, магазин нан көрінбейді көзіңе, кәмпит көрінбейді, рақ көрінеді ғой. Ай, әкеңдік анау деген әдем болып тұрады. Сонда аласында бір бич пакет аласында, бір жартын аласында келесің ғой қыздарға. Шашып кеттік, 100 грамм датып алайықшы деп. Дейді, сосын не жарайды дейді. Оның 100 граммнан кейін 100 грамм кетесің ғой. Адам тыңдайсың ба? Арақ ішкен адам тыңдаймын. Айғайлап, боқтап, аузыңа келген. Қою қиын болды ма енді? Өте қиын болды. 2 айдай магазинге жаңағы жібереді сынақпен. Бар магазинге барып кеш, анан алып кел, мынаны алып кел дейді. Анағы продуктыға қарамай деп көзіңнен алған сен. Шын айтам. Бедіп жаңағы продуктілер сұрағың келеді. Бедіп анаған қарым, мынауың 2,5 ғой. Новинка ғой мынау ішіңнен. Сосын қой, саған оны жіберген жоқ, ананы берші, мынаны берші. Ана жерде ішіп отырады, ішкін келеді. Неменен не істейсің да шаршайсың түнде. Түнімен де істей беретін. Шаршайсың да ішкін келеді. Қыздарға айта алмайсың. Айтсаң таяқ жейтін белгілі ол. Бітшін шығарып тастайды. Араққа тойып алып, квартираға бармайын ба? Алдыма сумкемді берді та фиттелді. Содан ана 28-ші Панфилов бар ғой. Сол жерде скамейкада отырдым, ұйықта қаптым. Таңертең, жаздың күні таңертең осындай скамейкада тұрдым. Біреу оятқандай болды. Ырчып тұрдым да отырдым. Арақ сағас тұр, өстім деген енді адам көргісіз. Айтуға болмайды, оны бар ғой, оны шашым кеткен айқайлап. Содан отырып, аспанға қарап отырдым да жыладым. Алла дедім, бүгіннен бастап арақты қоям дедім. Шын айтам, міне, шын көңілімен айтам, бүгіннен бастап арақты қоям дедім. Болды, енді ішпеймін мен. Шын айтам. Бірақ темекі шеккеніме ұрыспашы деп. Екеміз біраз сөйлес, содан бір жылы бір жел соққандай болды. Арқамнан тұр дегендейші біреу. Тұр деп былай жылжытқандай болды. Тұрып бара жатыр, кетіп бара жатыр, ана ненің қашаның алдына келіп қалғанды қарап, мен айттым, қағаз не істеп жатыр? Бастап тептім. Қағазы ашып қарасам 20 000 жатыр ғой. Ана жерде қуаныштың шегі жоқ қой. Енді баратын жері бар деп. Содан мына жерден квартира, о уақытта арзан болатын, мына жерден квартира немес деді. Душқа кір қалайдың, мен айттым, ой, іш тағы 2 апталап, іш албас. Ана айнаға қарап өзім ұрсамыз. Ауырып тұрым, қолдарым дірілдей, тамақ іше алмайым. Соны мен 2 күн жаттым, 2 суткаға немес істеп алдым да, жалдап алдым, жаттым ана жерде. Бұрын тік аяқта жүргенде ойлайтын, өңкей жаңағы. Бәрінің пиғылдары арам, дұрыс адам жоқ депші. Жоқ бар екен. Ауырып бастағанда
Сонда түсіндім ғой, адамдардың жақсы кісілер көп екен. Ревматологқа көрінейін деп. Несі 5000 деді приема. Жақсы ревматолог келіпті деді. Өзбекстанның жігіті деді. Содан барып көрейінші деді. Кейбіреулерін аяғына тұрғызып жатыр деді. Тұрғызып жатса барып неме істейін деді. Одан документ нелеріңіздің бәрін анализіңізді тапсырыңыз деді. Анализді тұтас тапсырып неме істегенде. Солай ол айтты ғой. Апа, мен сізге көмектесіп неме істегенмен, сіз ана ісікке нагрузка берсеңіз, ол жарылуы мүмкін. Неме істеген. Сосын айттым, ол не, грыжа ма? Ол грыжа деген бар ғой. Демейді күліп. Балам, ол грыжаға переживать етпе, ол грыжаға да не болмайды деді нагрузка. Переживать етпе, ол грыжа ғой дедім, ештеңке болмайды деп. Сосын ол айтты, апа сізде рак деді. Соның бетіне қарап күлдім. Қалай рак? Сол шекке рак түскен, жара түсіп, ол жаңағы не баста грыжа болған, одан асқынып жаңа не болды. Бәсіге шашым түсе беретін, шашым ұзын болады, шашым уыстап түседі. Мен ойлаймын, ана бауыр ауырғанда да, ана жерде бір қыз айтқан, бауыр ауырса да апа уыстап түседі шашым, соны шағарды. Оны емес екен. Содан онкологияға жіберіп, подтверждение алып, одан қан кетіп бастады тұтас. Бір ай ол жерде жаттым, 4-ші стадия, последняя стадия деді. 3-я, 4-я степень деп. Уже келмейді емге деді. Алып кете беріңіз деді. Сонда 20 килограмм болдым ғой. 20 килограммға түсқан. Одан неме істеп, сол бір жылдай ауырып жүре бердім. Осы айтып тұрмын, мына ұлдар уже соңына мына жерге келгенде уже соңына шыдай алмадым. Шыдайды екенсің, оның шыдамы да болады, кейін несі болады екен. Ендігі кішігірім ақырында ауырады, ауырғанда не істеймін енді? Өтірік обезболивающий салып қоямын да жатам, өзімді жуатып. Мына жерден өтеді, жаңағы шлифовканы алып, жаңағы эмульсия, валикті көресің да. Бүйтіп қана. Бүйтіп анаған қарапсың. Айтсам бекен мені ал деп. Бір исін ескелесем ғой демші. Бір исін ескелеп, кішкене болса да, өтірік болса да бір жағып көрсем. Ол мен қомақты ақша ұстап көргем. Мен оны ақшаға қызықпаймын да. Жоқ, қуанам. Қуанғаны, потому что менің мойнымда қарыздарым бар. Сүтім бар, қарызға алған. Айраным бар, қарызға алған. Аптекадағы қарызым бар. Жатақ жерме қарызым бар. Сол үшін қуанамын мен. Ура, бүгін нормальный деп қиналмайтын болдым деп. Бұл соған қуанам, атақ. Ол қомақты ақшаны ұстап көрдім, оның наоборот адам тәкаппар мынандай көкірек болып кетеді. Любой дінді оқитынды, жаңағы өзіміздің нені оқитын исламды кітаптарын, библиотекаға бар, центральный. Бүткіл діннің бәрін оқып шыққам. Бірақ ең соңында адам неме істесе, ауырса, Алла деп айғайлайды екен. Мама емес, Алла. Соны түсіндім де айттым, Алла тағала шынымен сені ұрыпты ғой айналайын. Ұрғанның шындығы бар екен деп. Арманым ба, бір кішігірім болса да бір үйім болса. Өзің кіріп шығатын үшін. Оны мен қайда арманыңа жет. Аяғыма тұрсам деген арманым да бар. Қазір пәтердің ақшасын берем. Памперске жіберіп алсам қазір. Сонымен шайшып. Ұйықтайым. Осы күніңе де шүкір. Талада қалдырмай Алла, табысымды кішкене болса да көбірек бере қойған. Дәрілеріме де жететіндей. Ай, Алла.
Бұл Қазақ Айран YouTube арнасы. Бізге жазылып лайк басыңыздар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Әке-шешенің қарғысы баланың өмірін осылай өзгертіп жіберу мүмкін бе? Пікірлеріңізді комментарийде жазып кетіңіздер. Аман сау болайық. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұнындағы Каспи Patreon сілтемелер арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істегендерге алғысымыз шексіз. Бұл маңызды.